Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен кішкентай самсалар жасау рецептімен бөлісемін. $450 грамм ұнды илеуіштен өткіземіз. Үстіне 200 грамм айран, 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық ас содасы, $150 грамм сары майды құйып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырды асхана үлдірімен жауып, 20 минутқа қалдырамыз. Бір пиязды текшелерге бөліп, турап аламыз. Пиязды қызып тұрған табаға салып, 2-3 минут қуырамыз. Үстінен тартылған етті салып 5 минуттай қуырамыз. 1 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық тұз қосамыз. Тартылған етті артық суы кеткенше ғана қуырамыз. Қамырды жайып, дөңгелек форма жасап аламыз. Оқтаудың көмегімен тағы кішкене жаямыз. Пышақпен бір шетін кесеміз. Бұрышына салмамызды салып, дөңгелектеп ораймыз. Түбін жақсылап бекітеміз. Барлық самсаларымызды дәл осындай дайындап аламыз. Бір жұмыртқаның сарысына 1 шай қасық сүт қосып, араластырып, самсалардың үстіне жағып шығамыз. Үстіне күнжіт дәндерін себеміз. Самсаны 180 градус қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіреміз. Самсаларымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.